Ушерфанас қайырлы olsun. Бүгін сентябрінің 27-сі ве Қармышғалының 943 күнідір эфирде заман яйыны. Ахмеджетте үч күнден берлі 28 яшындaki Ирфан Османовны қыдыралар. Геншінің татасы Румейса Келеш білдіргенне көре, еркек Борчуқрақ Фонтаны қасабасында фурунжы олып чалыша екен. Сентябрінің 25-інде Ирфан өз сменасына чықмаған. Шындыки вақытқа қадар геншінен асла бағланып оламайлар, чүнки телефоны сонық. Ирфан Боғырча Каменка қасабасында дайыры кералап яша екен. Ғайып болған Ирфан Османов хақында малюмат сайыбы олсаңыз, сой соплары экранларда көстерілген телефон номерасы еле бағланмақны рижа етелер. Қырымда ғайып болғанлар қайда? Шер алтында Киевтеке Русия елшілігі бинасы оғынде наразылық акциясы кечірілді. Фальжілер Қырым Русия ишғалінде бұлынған вақыт қырсызланған, белгісіз ғайып болған ве өлдірілген инсанларының адларыны язылған кеатларыны тұтайдылер. Ғайып болған ве өлдірілген инсанларының адларының бия шыретлеріні елшілік қорасына бағладылар. Мы превратим забор посольства в такое, что дерево желаний. Мы будем завязывать белые ленточки с именами пропавших, загадывая желание, чтобы эти люди нашлись. Ну, с тем, вот как вешают ленточки, загадывая желание. Поэтому сегодня будем надеяться, что однажды эти люди когда-то смогут стоять здесь с нами, и что они живы и здоровы. Адвокат Марк Фейген саяси мабуслерге дестек көстерілігі бойынша фонд тешкіл етілгенini білдірді. Бұл ақта өз Facebook сайфесінде язды. Фейгеннің сөздеріне көре фондның esas мақсады саяси мабуслерге бедава құқы ярдым көстеріп, бұл ішлеріні жемиетке білдірмектір. Ең азы 10 кіші иләк олды, 8-і яраланды. Түркия шарқында арбилерінен кеткен автобус патлатылған. Патлав Дерек ве Қызыл Төпе шерлері арасында юз берген. Ерлі матбуат васталары берген малыматқа көре, бұл регионда эсасен күртлер яшайлар. Да ичкімсе месулетлікні өз бойына алмады, ләкин акимет Курдистан іш партиясына қабатлай. Жанкой районының Ларина көйінде яшаған Ибраимовлар қорантасы ярдымға мұқтач. Құрбан байрамының бірінші күні оларының евлері бұтынлей янып кеткен. Атеш ев янында олған Тобан обасындан башлап евге де кечкен. Евнің тек диварлары қалды. Ев сайбы білдіргенне көре яңғыжылар пек кеч келгенлер. Ярдым көстермеге имканы олғанлар экранларда көстерілген телефон вастасынен бағлана білелер. Burada malları kapayıp gelip krantın yanına su içtim. Burada başım kötersem Skırdan tepesinden ateş çıkay. Sonra bir kopka su alıp merdivenden çarpıp çıktım tepeye. Su attım. Клёнканың ortasından patladı. Как будто взрыв какой-то. И вот раскидал тюки. И сгорел, резко сгорел. Пламя. Больше не мог я домой подойти. Уже все горело, уже все, дом зайти невозможно было. Всего 7 километров тут до Азовска. 40 минут как можно ехать? Avratım çağırdı, telefondan söyledi. Yanak diye söyledi. Çap geldim abimda evin oğunu bin tüp piçen durdum. Уже полный yanardı. Uzgarda eve karşı giderdim. Yetiştiremedik endi. Nasıl son rejim? Çap girdim, pasport aldım, domovoy aldım. İşte çok dokumentleri de alamaya olamadım. Tez çap. Tez çap buğaları kezdim. Birden esini yetiştiremedim. Dırıyanıp gitti buğa. Мастер-класс кечіріп волонтерлар учешіндaki Әделе Зидляева үшін 88 000 рубле топлағанлар. Оның іштіракшілері эсасен балалар еді. Оларға тікмеге, сызмаға, ағач кесмеге чөлмекчілік огреттілер.
Мешғулетлер үшін 150 рубледен башла 500 рублеге қадар төлемек керек еді. Белі олғаны кеба Деле Зидляеваға екімлер қара жігер циррозы хасталығы олғанын айталар. Тедевеленов үшін ең азы 127 bin евро пара керектірі. Қыздың анасы баласыны бірозы тәрбиелей. Я делаю кексики из пластики. Я делаю танк из глины. Чтобы помочь собрать деньги для больной девочки, которая болеет циррозом печени. Маму зовут Гульсум. Она обратилась к нам месяц тому назад за помощью. Она воспитывает ребенка одна, без мужа. Как вы понимаете, что сумма сбора очень большая, 127 тысяч евро. Одной ей сложно с этой бедой. Мы должны всем народам помочь. Не будьте равнодушны, не оставайтесь в стороне. Қырымда бірден уч койынан койдешлері Корышево өткерілді. Бақшсарай районынан Коклуз койынды эм Коклузылар, эмде Янжови, яңы салалылар топлашты. Сұргүлініктен евел көйлелер, бақчави, түтінжіліктен оғырашқанлар. Корышевге келгенлер қатырлағанына көре, көйлер пек бай екен. 1944 сенесі бұл көйлерде яшаған қырым татарларына Өзбекстан чөллері ве Сибирь тарафына сүргін еткенлер. Сүргінлік етілгенлерінің чоқысы туған евлеріне қайтып оламаған. Янжылылар 500 жыл евелсі тікленген, ләкин шымды виран олып ятқан, жамины реставрация yapмаған етленелер. Только одного табака 50 гектаров сажали. Кругом вот это недоступные горные места, все сады были. А остальное ровное место уже пшеница, там вот это все. Кругом у нас вода была. Вот сейчас даже вот пойдем вот любой вот это, площади вот этой, колодцы есть. Вот, а сейчас еще высоко, все, некому смотреть. Ну, тогда я смотрела на свой дом. Но сзади узнала, а спереди не узнала. Спереди веранды ничего не осталось. Сломали все. Өзім 3 tane kitap çıkardım öz kolumdan. Birisi tağdırım, birisi koyumuzun kitabına çok malumat verdim. Birisi de babacığımını hatırlap oldu. Şimdi 4. kitabım demek balalar için 3 yaşından 6 yaşındayıcı, 6 yaşından 12 yaşındayıcı o kitapta balalar oyunlara da kirdi, şiirler kirdi. В прошлом году на встрече односельчан в селе Янджу была организована орггруппа, которая взяла на себя эту всю организационную часть по реконструкции данной мечети. То есть, получается, сейчас мы проходим все этапы по разрешительной системе. Планируем в 2017 году, где-то в середине года, начать данное строительство. Ұсатқа олған солки қаберімізден евбетеке яйынларымыздың қачырмаңыз, дайыма атайырле олыңыз.